олар обслуживающий персонал, халыққа қызмет ету керек. Егер олар соны ұмытатын болса, ертең біз оларды орнына қоямыз. Заңды түрде, ешқандай заң бұзушылықсыз орындарына қойып, оларды орнына келмесе, онда орнынан аламыз оларды. Отставкаға кетіреміз. Бір талағашта сындыру оңай шығар. Бүгін біз азбыз. Ертең біз көбейеміз, Құдай қаласа. Алғат Сейсені батырын тұқымы атамда халық жауы болып өткен. Алаш Ордасының партиясы болып халық жауы. Мен ел тірек болып Талғат Сейсені. Мен де сол атам жолын қуамын. Өлімнен басымда еш жоқтанамын. Атсан ат, шапсан шап, мені басым. Дейтінісі болмаған әлді емін еркін еркелегеннен келген жоқ. Жетер жеріме жетпей, милицияның машинасы емес, автобуста емес, скорыйменен мәпелеп бізді роботаға жеткізді. Мынау билік өзінің көлеңкесінен қорқып, өзінің халқынан қорқып, өзінің елінен қорқып, бүгін бұтына жіберіп жаздады. Мына құқық бұзушылық болып жатыр, заңсыздық болып жатыр. Полиция емес, жаңа СОБР. Содан кейін мен 102-ге звондап, полицияны шақырдым, похищение человека, адам ұрланды деп. Өйткені ешкім білмейді, қайда кетіп қалғанын. Біз ел тірегі партиясы бүгін мынау жариялаған 7-ші қыркүйектегі мынау мәжбүрлі вакцинацияға қарсы, мынау өкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, осы атом электростанциясын Қазақстанда салуға қарсылық білдіріп, бүгін нағыз осы Қазақстанның батырлары шығып, осы митингті өткіздік. Қазір енді өздеріңіз көрдіңіздер, мынау билік өзінің құйтырқы істерін тастамай, қайтадан сол жерде Қазақстанның әскерінің бәрін алып келді ау деймін сол жерге. Біз көп болмасақ та, әр қайсымызға бір 10-15 әскери, 10-15 полицейский жаңа келіп, сол жерде мынау көптеген сол митингке қатысқан бауырларымызды, ағаларымызды алып кетті ровд-ға. Қазіргі таңда енді мынау Мұрат Мұхамеджановтан басқа, Нұрсұлтан Ермахановтан басқа қалғандарын енді барлығын жіберді. Тағы қазір 1-2 жаңағы азаматтар, ардагерлер бар, оларды күтіп тұрмыз. Олар қазіргі таңда енді жақын арада осы жерге келу керек. Бірақ біз тағы да айтарымыз, жаңаға өзіміздің билікке айтқанымыз, билікке өзіміздің даусымызды жеткізгеніміз, одан біз қайтпаймыз. Қанша бізді абақтыға қамасаңдар да, не істесеңдер де біз осы жолдан таймаймыз. Халықтың көкейінде жүрген нәрселерді, халықтың мүддесін әрқашанда қорғауға біз шығамыз. Қазір осында кезінде желтоқсан 86 жылғы желтоқсан мынау үлкен көтерілісіне қатысқан ағаларымыз тұр осында. Осында кезінде мына Тәжік ауған соғысына қатысқан батырлар, ардагерлер өзінің өмірін қиюға дайын болған осы мемлекетіміз үшін, еліміз үшін, солар осында тұр. Сондықтан біз осы жолымыздан халықтың мүддесін қорғаудың жолынан біз ешқашан таймаймыз. Қазір енді мынау 1-2 біздің осы ардагерлерге, азаматтарға, ағаларымызға сөз берейік, қалай болды, не болды, өз жерде жаңағы полиция қызметкерлермен қандай сөз болды, соны өздерінің жаңа несінен естейік. Армысыздар ағайындар, біз бүгін бейбіт шеруге атсалысып, ел тірегімен бірге елдің, халықтың мүддесін, болашақ ұрпағымызға мәжбүрлі вакцинаға қарсымыз деп шықтық. Ардагерлер одағы Тәжік ауған шекарасындағы жауынгерлік қимылдарына және әскери қақтығыстарына қатысушылардың республикалық қоғамдық бірлестігі, оның төрағасы Мұрат Мұхамеджановты кеше ғана ұстап, одан ел тірегі партиясының заңгері Нұрсұлтан бауырымызды алып кетті. Міне бүгін полиция қызметкерлері аяқ қолымызды көтеріп, ардагерлерді медальдармен сақырлатып көтеріп кеткені өте бір ұят дүние болды. Біз әрқашанда халықтың мүддесін қорғаймыз.
келіп жатқан ағаларымызға, барлықтарыңызға Алла разы болсын дейміз. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қазақ елін әлемге танытатын азаматтар осында деп сенем. Қарап қалмаңыздар, қымбатты ағайындар. Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген. Бір тал ағашта сындыру оңай шығар. Бүгін біз азбыз. Ертең біз көбейеміз, Құдай қаласа. Аллахтың қалауымен біз әлі үлкен белестерге, жеңістерге жететін болатынбыз. Сол үшін де тек алға, еліміз, халқымыз, ертеңгі ұрпағымызға жәудіремей, бет жүзіне нық қарай алатын азамат болайық. Азаматша болайық. Елімізді, халқымызды көкке көтерейік. Бүгінгі жасап жатқан мемлекет басшылары қызметін жасай алмайтын болса, олар орнынан кететін болсын. Біз соны талап етеміз. Бүгінгі ертелгі партиясы мен Атышулы әлі өзінің нәтижесін бермеген вакцинаға қарсы, оның ішінде балаларға қарсы салатынға соған өз еркімізбен еліміз, жерімізде өз құқығымызды көрсетейін деп демократиялық партияда, демократиялық елде өмір сүріп жатырмызды дәлелдейік десек, оған билік бізде жібермеді. Көшеден аяқ қолымызды қайырып салып, Есіл аудандық сотына алып келіп, міне енді босап отырған жағдайымыз бар. Міне қаншама қыз келіншектер, ер адамдар, бүгін біз аз болсақ, ертең 100 боламыз, арғы 1000 боламыз. Бұл биліктің жұмыс істей алмайтын 30 жылдықтан дәлелдеді. Халықтың тілден, діннен, жұмыссыздықтан, аурудан, өтірік, жанақ жала жаудан өзінің қауқарсыз екенін көрсете білді. Нұр Отан кешегі Арыс қаласына жарылысқа, Тараздағы жарылысқа, бір халыққа, Тараздың халқына қайғылысына көңіл айтып ортақ болуға шамасы келмеді. Міне осындай елбасымызды 30 жыл мәпелеп өсірген солымыздан өте ұятты болып тұрмыз. Қателігімізді өзіміз ақтауға, ақ жолына, өлімге дайын болып тұрмыз. Біз өлімнен қорқпаймыз. Алла тағала берген жасын өзі алады. Бірақ Алланың берген денсаулығын о жалғанға алып кетуге ант етемін. Және де ел тірегінің азаматтарымен, азаматшаларымен бүгінгі құқымыздың тапталғанына өте аянышты, мынандай елде өмір сүріп атқаныма намыстанып, өз еркіммен вакцина қарсы екенімді білдіруге Астанаға келдім. Ел тірегі ешкімді тастамайды. Жата бермей, Фейсбукта өшекке жақын болмай, шығындар, ел үшін, жер үшін, ертең біз өлімге бас тігіп алға шықпасақ, ертең кеш қаламыз. Балдарының мүгедек болғандарын, өмірлерінің қал үстінде түрген егемендігіміздің айырылам деп тұрғанда өте бір ауыр жағдайда тұрмыз. Біз билікке қарсы шығып, билікке құлату емес, билікті оятып, сөзіміздің халықтың сөзін жеткізу. Біздің арманымыз сол. Бүгін сәл жиналғанға биліктің екі аяғы дірілдеді. Ертең осы кісілер 10 адамнан тағы қосылатын болса, билік өзінен өзі ұялатын шығар. Активистермен, ертірегі болсын, басқасы болсын, бірлесіп белсенділермен билік басындағылар бір стол басында отырып сөйлесетін уақыт келді. Қазағым шаршады. Квартира, жұмыссыздық, ауру, өте аянышты. Көпбалалы аналардың жағдайы, анау Айгүл Аман өзінде Астана төрінде жоқтау айтқызды бұл өкімет. Бұның аяғы жақсы болмайды. Мен ешкімді билікке қарсы шық, билік өзінің кінәсін мойындауға келіп, орынды босату керек. Абаев Мырза, Дәурен Абаев, тіліміз туралы қандай мәңгүрт кеттін, үңгірдегі мәңгүрт кеттін. Енді бұдан кейін білмеймін қазақтар қандай өлі. Мені бүгін
Бұяқта Астанада қамабезде өзім Кентаудың тумасымын. Талғат Сейсені, батырын тұқымы, атамда халық жауы болып өткен. Алаш Ордасының партиясы болып халық жауы. Мен ертерек болып Талғат Сейсені, мен де сол атам жолын қуамын. Өлімнен басымда еш жоқтанамын. Атсан ат, шапсан шап, мені басым. Абидна жүрегіме қатты тигені 90-ға келген шешемді, Айткүл Тоқпан қызын барып, Кентау қаласының робысы шешемді барып тергеуге алып түсініктеме жазғызып алды бүгін. Бұл енді масқара. 90-дағы апаны менің бала шағамды қинағанша мен тұрмын мені. Әлхамдулилля, Аллаху акбар, өлімнен қорықпаймын. Енді бұндай жағдайлар мемлекетімізде, жерімізде болып жатқан өте өкінішті. Бүгін күнді ел тірегі партиясын қолдап келіп отырған құрметті азаматтар, Қазақстан еліміздің әрбір төңірегінен, әрбір азаматымыз істейтін ісі болмаған, әлде емін еркін еркелегеннен келген жоқ. Әрбір азаматымыздың ойы толық, көзі ашық. Бүгінгі күнді қазақ халқы көз ашылған халық. Өте белсенді, өте білімді. Бүгінгі күнді осы жүрекке де ауыртпашылық, әлде намысқа да тиетін жағдай. Ардагерлерімізді әскери киімдерімен өздерінің төс белгілерін тағып тұрған кезінде полиция қызметкерлері кеп көтеріп алып, қолдарын қайырып алып кеткені өте жаман дүние. Өйткені кезінде біз 90-шы жылдары Қазақстан мемлекетіне қауіп төнер мүмкіншілігі болған кезде біздің Қазақстанның азаматтары қолдарына қару алып, өмірлерін бір Аллаға ғана сеніп, сол Қазақстанның мемлекетіме, осы жерімізге қауіп төнбесін деп, Тәжік-Ауған шекарасын аттанған еді. Сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бізге берілген бұйрықты біз орындадық. 2020 жылы бүгін күндегі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырза Тәжік-Ауған шекарасына, ұрыс қимылдарына, әскери қақтығыстарға қатысқан ардагерлерге, тағы да Чернобыльдің, Ирактан тағы да ардагерлерге, ауған соғысының ардагерлеріне бізге статус берілген еді. Сонда бізді ел басшысы да, президентті қолдайды, бірақ бүгінгі күнді ардагерлердің қолдарын қайырып, полиция қызметкерлері алып кетеді. Сонда түсініспеушілік бір жағдай. Біз елдің қамын ойлап, өмірімізді бәсекеге тіктік. Ал енді келіп, осындай бейбіт күні ардагерлердің қолдарын бұрап, автобустарға салып кетіп, қаншама сұрақтың астына салып, басқа қаладан келген ардагерлерімізді, басқа тағы құрметті азаматтарымызды сұраққа салып, неше түрлі жағдайлар сұраныстырып, неге келдің, не істеп жүрсің, қандай ойың бар деген керек емес. Қазақтың ардагерлерін, құрметтің азаматтардың құрметін түсіретіндей сұрақтар қою ол дұрыс болмады. Өйткені бүгін күнді қазақ елі, қазақ халқы бір-бірін құрметтейтін заман. Қазақ өзінің тілін, өзінің ұлтын құрметтейтін кез келді. Бәріміз бірігейік, халқым. Бір бастау болайық, мықты, нақ аяғына тұратын мемлекет болайық. Желтоқсандық қанды көйлек достарым, менің бүгін Астанаға келуіме себеп болған мына вакцинация. Өзіміздің читтей балаларымызға салғаны жатқаны, ол дегенің әлі тексеріліп, нәтижесі берілмеген, нәтижесі көрінбеген дүниені сынақты мына біздің балаларға дейін салғалы жатқанына наразылық жасап, мына ел тірегі ұйымдастырған шараға арнайы Алматыдан Астанаға келдім. Бірақ жетер жеріме жетпей, милицияның машинасы емес, автобуста емес, скорыйменен мәпелеп бізді роботаға жеткізді. Біз алғызбасты едік, байқамай қалдық. Өйткені олар бізге білдіріп келген жоқ. Скорыймен келеді деп қай-қайсысын ойладыңдар мысалы, ешкім ойлаған жоқ. Жай әшен келген скорый келді дағы апай-топайымыз шығарып алды да кетті.
айтар сөздеріміз көп еді. Халықпен бірге болатындығымызды білдірейік деген біздер де кезінде желтоқсанда 86 жылы естеріңізде болса, сонау площадьта қан жоса болып қырылған кездеріміз болған. О кезде біздің ниетіміз, жаста болсақ, нұсқаушымыз алдымызға қойған үлкен кісілердің артынан еріп, олардың сөзіне қосылып, біздің егемендік алуымызға үлес қосқанымызды өзіміз мақтан тұтамыз. Және сол кезде біз өзіміздің Қазақстаннан шыққан мейлі деп сұрағанбыз. Сол кезде біз жас болдық, о кезде 20-25 ең үлкеніміз. Өзіміздің Қазақстанның халқының қамын ойлайтын азамат болса екен деп шыққан болатынбыз шырылдап. Сонда мына ұйымдастырудың бәрі осы айланып келгенде мына билікке ұмтылған көкелеріміздің арқасы болып тұр. Алдай келе халықты өздері отырып алғаннан кейін өзектікке теуіп бізді, өзімізді. Енді қазір өгейдің күйін кешіп жүрген жағдайымыз бар. Қай есікке бармасаң да, басы титтай ғана справка алу үшін барсаң, сен вакцинация алмағансың. Бұл кезіндегі айтқан Тоқаевтың сөзіне қарама-қайшы, даже Назарбаев айтса да, вакцинация мәжбүрлі түрде жүрмейді делінген, дей тұра, мынандай жағдаймен қыспаққа келіп халықты қинауда. Біз осыған наразылығымызды білдіріп, сонау Алматыдан 1000 шақырым жерден келіп, осыған қатысуға, үлесімізді қосуға, ниетімізді айтуға, білдіруге келіп едік. Бұлардың талаптары, жаңа мен роботта отырғанда бір сұрақ қойдым мен. Адами тұрғыдан сіз формаңызды шешіңіз. Бізді енді тұтқын ретінде ұстап отырғаннан кейін мен де тұтқындықтан құтылайын да екеуміз адами тұрғыдан сөйлесейік деп бір капитанға сұрақ қойдым. Сен өзіңнің әке шешең, аға туыс бауырларың бар шығар. Бізде дейді, Астанада каждый 7 сайын забастовка. Әйелдер шығады дейді. Әйелдер неге шығады? Әйелдер көп балалы ана болғаннан кейін, асыраушысы жоқ болғаннан кейін, жағдайы жоқ болғаннан кейін шығады. Жоқ, жағдайын жасап шығып жатқан қайсысын көрдің гіне? Сонда олар шықпау керек па десем, біздің де баламыз бар дейді. Менің де 2 балам бар. Мен неге шықпайым дейді. Сен шыға алмайсың дедім. Сен өйткені биліктің адамысың. Десем, сіз үйтіп айтпаңыз дейді маған. Алды 15 күнге қамап қоямын деді, айтам, бүйтем, қорқыпты енді. Ана айттық, артында аяғында өзіміз жалындық. Бір 10 күнге болсын қамаш енді бізді деп. Не күә, бәрі тұр. Өзіміз айттық. Бір 10 күнге болсын қамаңдар енді. Тыныш салайық кішкене. Тыныш отырайық енді. Бірақ нан әкеп бер дедім мен. Енді бұл күлкі болсын деп тұрғаным жоқ, бұл шындық, қазір ғана болған жағдай. Ащы шындық. Мынау орысша айтқанда издевательство над народом. Тып-тыныш келатқан адамдарды, мысалы мен өзім мойындаймын, что неге келатқанымды, митингіге. Ал жай келатқан адамдарды да бар екен арасында. Не, за что сен келатқан адам бізбен бірге сұралып жатыр. Өзі ұқпайды, непонятно. Не үшін келіп отырған, не үшін жауап беріп отырған. Қаттама толтырды да қол қой дейді. Бұл көлеңкесінен қорыққан билік біздің мынандай алақандай ғана бір 15-20 адамымызға осынша дірілдеп, осыншама жасақ ұйымдастырып, сасқанынан өздерінің мәшинесін тығып қойып гараждарына, скорый мініп ап чабылдауы бұл құқықты таза бұзушылық деп есептеймін енді. Бүгінгі өткен митинг ол толық заң аясында болды. Өйткені біз әкімшілікті осы Астана қаласының әкімдігіне уведомлениені бердік. 5 жұмыс күніне алдын жаңаға уведомлениені бердік. Астана қаласының әкімдігі бізге жауап берген жоқ. Заңда жазылған, егер 3 күннің ішінде әкімдік жауап бермейтін болса, онда ол митинг заң аясында оған рұқсат берілді деген сөз деп жазылған. Сондықтан сол заң аясында біз бүгін шықтық. Бірақ жаңа ағаларымыз дұрыс айтып жатыр. Мынау билік өзінің көлеңкесінен қорқып, өзінің халқынан қорқып, өзінің елінен қорқып, бүгін бұтына жіберіп жаздады. Барлығы жаңа аскердің бәрін сол жерге алып келіп, қорыққанынан, мынау енді қандай ол не? Мына адамдар ауырып жатқанда, скорый машинелер жетпей жатқанда, ана адамдарды ауруларды ауруханаға апарып, соған жетпей жатқанда, бұған собыр спецназ сол скорыға жаңа мініп алып, сол ана нелерді ауруларды ауруханаға апарғанның орнына мына жерде ағаларымызды желтоқсанда қатысқан. Осы тәуелсіздігіміз осы ағалардың арқасында кезінде келді бізге Қазақстанға. Сондықтан олар осындай іспен жаңаға скорыйды мініп алып барып ағаларымызды алып кетті. Одан кейін өзіміз біраз адамдар жаңа келе жатыр еді басқа облыстардан. Оларды жолдан ұстап, біреулерін қайтарып жеріп, біреулерін жаңа түрмеге тығып,
Содан кейін бізді сол митингке шыққан біраз азаматтарды сол жерде ұстап алып кетті. Бұл тағы да айта кету керек, биліктің сондай бір өзінің көлеңкесінен қорыққан, өзінің елінен қорыққан сондай бір билік болып жатыр. Мынау Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан болатын, мына митингтердің барлығы енді только уведомительный характер болады. Уведомлениені берет, бітті. Одан кейін жаңағы митингті өткізе беруге болады деп сөйтіп айтқан екен. Қазір ол сөздің барлығы бос болып тұрғаны. Өйткені уведомление берсек те, міне, бізді сол жерден барлығымызды алып кетіп, бізде кейбір азаматтар бүгін осы митингке қатысам дейтін, немесе біздің офисқа келіп, просто бір кіріп амандасып кетейін деп жатқан азаматтарды, осы жерде офистан шыққан кезде көшеден жаңағы собор спецназ ештеңені айтпай, заңды өрескелі бұзып, жаңағы нелерге автобусқа отырғызып алып кеткен. Бұл да нағыз заң бұзушылық. Мен билікке, президентке, осы құқық қорғау органдарына, бас прокурорға осыған жаңағы обратите внимание, орысша айтқанда, осыған назар аударыңыз. Мына құқық бұзушылық болып жатыр, заңсыздық болып жатыр. Мен бүгін біздің жаңағы осы партияның офисына келген азаматты осы жерден полиция алып кеткеннен кейін, полиция емес, жаңа собор. Содан кейін мен 102-ге звондап, полицияны шақырдым, похищение человека, адам ұрланды деп. Өйткені ешкім білмейді қайда кетіп қалғанын. Оны жаңағы білесіздер ғой, полиция тоқтатқан кезде, немесе алып кеткен кезде, оның құқығын айту керек. Не үшін алып кетіп жатқанын айту керек. Оған жаңағы адвокаттың адвокатқа звондауға құқығы бар оның. Барлығы заңда жазылған, барлығы біздің конституцияда жазылған. Бірақ соған қарамастан билік өрескелі өзі жазған, өзі қабылдаған заңдарды бұзып жатыр. Сөйтіп, мынау біздің Қазақстанымызда, елімізде адам құқығы өрескелі бұзылып жатыр, заң бұзылып жатыр. Бірақ мен тағы да айта кетейін. Ел тірегі партиясы өзінің адамдарын ешқашан тастамаған, тастамайды. Біз әрқашанда бірге боламыз. Әрбір ел тірегі партиясына кірген азамат үшін біз тұрамыз әрқашанда. Біз іс-шара өткізсек бірге боламыз аяғына дейін. Біз әлі Құдай қаласа, иншалла, көптеген жеңіске де жететін боламыз. Бірге болсақ, қазақстандықтар барлығымыз бірігуіміз керек. Егер биліктің жасап жатқаны ұнамаса, барлығымыз осы билікті заңды түрде отставкаға жіберуіміз керек. Немесе олар дұрыстап өзінің жұмысын жасау керек. Олар негізінде менеджерлар. Біз оларды нанимать етіп отқан менеджерлар, біздің қалтамыздан зарплата алады, президент болсын, басқасы болсын. Олардың бәрі бізге қызмет ету керек. Олар аспаннан түскен біреу емес. Олар өздерін сөйтіп сезінетін шығар, біз аспаннан түстік, мына жерде барлығын не қыламыз, бізге бәрі подчиняться ету керек деп. Президент деген ол обслуживающий персонал. Үкімет деген ол обслуживающий персонал. Қалғандары да мемлекеттік қызметкерлер, олар обслуживающий персонал, халыққа қызмет ету керек. Егер олар соны ұмытатын болса, ертең біз оларды орнына қоямыз. Заңды түрде, ешқандай заң бұзушылықсыз орындарына қойып, оларды орнына келмесе, онда орнынан аламыз оларды. Отставкаға кетіреміз. Сондықтан мен тағы да біздің мынау Қазақстан билігіне айтатыным, ояныңдар, дұрысталыңдар, жұмыстарыңды дұрыстаңдар, халықты ойлаңдар, халықтың мүддесіне тұрыңдар. Анау басқа мемлекеттердің несіне жаңа тәуелсіздігімізді бермеңдер. Мына жерде мына азаматтар тұр, кезінде сол тәуелсіздік үшін қан төккен, алаңға шыққан. Енді осы қазақстандықтардың алдында ертең ұят болмасын. Сондықтан билік ояну керек, халық та ояну керек. Қазақстандыққа да айтарым, ояныңыздар. Мына биліктің жасағанына бұға берсең суға береді деген сондай сөз бар. Бұға берудің уақыты кетті. Енді олардан талап ету керек. Биліктен сұрамау керек, олардан талап ету керек. Дұрыстап өздерінің жұмысын жасасын. Жасамай ма, онда кетсін. Ол билікті қолына алатын, тізгінін қолына алатын бізде азаматтар жетеді Қазақстанда. Барлығы көзқарасы да, ойы да, санасы да соған жететін. Сондықтан бұл жерде билік өзі дұрыс жолға түсу керек. Түспесе, оларды ауыстыратын азаматтар жетеді. Ел тірегі алға! Ел тірегі алға! Ел тірегі алға!